Sizlerмен топтасып болдық, енді сабағымызды бастайық. Қазір сіздер бүгін біздің мақсатымызға байланысты жұмыс көресіздер. Сондықтан осы көрген, тыңдаған жұмыс бойынша не ойлайсыздар? Сол бойынша ойыңызбен бөлісеміз. Қылмыға қарама-қарсылығы мол дәуір жайын Мағжан өлеңдеріне көп арқау еткен ақынның бұл тұстағы от пайғамбар күншығыс тағы басқа өлеңдерінен заманның әлеуметтік рухани жайларын анық байқауға болады. Бұл өлеңдерінде шығыс пен батыс мәселесі мол орын алады. Мағжан батысты зұлмат борбас деп біледі, ал өзі шығыс өкілі ретінде шығысты бір тұтады. От өлеңінде ақын өзін отқа теңеп мұқалмашылық елінің өр рухын танытады. Не түсіндің? Кім туралы сабақ? Мағжан Жұмабаев. Яисита? Бұл туралы Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев Қазақстанның ұлы ақыны. Жақсы, рахмет. Демек балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осы ұлы ақын Мағжан Жұмабаевқа арналады. Сондықтан дәптерлерді ашып, күннің бетін жазып, тақырыпты жазып қойыңыз. Оқу мақсаты оқыған мәтіндерінен сөздерді алулары керек. Біз оны жасап жүрміз, жұмысты. Және соны тапсырмаларда қолдануымыз керек, сол алған сөзімізді. Қазақстан облысы жарқын жұлдызды ақын, қоғам қайраткері, дәулетті өлең. Жақсы. Первый янс береміз, Беназир. Бұл жақсы негізгі сөздерді тапты. Дескриптор бойынша 4-5 негізгі сөз тапты. Біз мынандай сөздерді қосамыз. Сауатын ашқан медреседе оқыды. Жақсы, сауатын ашқан медреседе оқыды. Первый янс береміз. Құдайра, айтып болып осылай береміз. Бәрі жақсы Беназирде, Алясқарда, өйткені бірдей. 4-5 негізгі ақпараттың тапқан. Біз тапқан сөздер ол Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев Сырытомар ауылдандар дүниеге келген. Қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Атасы Жұмабаев, әкесі Бекен, анасы Гүлсім. Баспадан 1909 жылы шыққан. Абай өлеңдерін оқып, Абайға арналған өлеңдерді жазған. Сол сөйлемнен қандай негізгі сөзді алуға болады? Сен бүкіл бір сөйлемді оқыдың. Ол Абайға арнап өлеңді жазған. Абайға арнап өлең шығарған дегенді алуға болады. Камила, первый раз береміз топтарға. Жұрттар жақсы айтты. 4-5 сөйлемдерді айтты. Менің ойымша бәрі дұрыс болды. Бәрі дұрыс болды, жақсы. Осы негізгі сөздер бізге қазір керек болады. Түсінікті ғой? Кестені толтыру үшін сендерге мен алдарыңа тапсырманы қойдым. Тапсырмада сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап беріп, кестелердің ішіндегі кестені толтырулары керек. Кестені қалай пайдаланасыңдар? Ол өздеріңдерің тігінен пайдаланасыңдар ма? Жоқ, солай көлденеңнен пайдаланасыңдар ма? Бірақ мына сұрақтарға сендер жаңағы мәтіннен алған ақпараттарыңды іздеп толықтырулар керек. Яғни бірінші, екінші, үшінші мәтіндегі ақпараттың бәрін түсірулерің керек. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, орындаймыз. 10-17 минут. Бірінші топтың жұмысы бізге ұнады. Олар дескриптор бойынша бәрін істеген. Бірақ бір грамматикалық
қате. Қате бар. Дискриптор бойынша анық айтып жіберші, маған ақпараттарды біріктірген бар. Мағжан Жұмабаевтың ата-анасы кім? Олар бірінші дискрипторге жауап берген. Мағжан Жұмабаевтың анасы Гүлсім, атасы Жұмабай, әкесі Бекен. Демек, жинақтаған ақпараттарды. Ал енді сызба кестені толтырғаны дұрыс па? Барлығы орында ма? Жақсы. Демек, бірінші топ жақсы жұмысты атқарды, дискриптор бойынша бәрі дұрыс. Екінші топ бәрі жақсы орындаған. Олар дискриптор бойынша ақпараттарды біріктірген, ақпараттарды жинаған, сызбаға бәрі толтырған. Маған бізге екінші топтың жұмысы ұнады. Жақсы. Үшінші топ өте жақсы шығарған. Бәрі жауаптарға жауап берген. Бәрі сұрақтарға жауап берген. Балалар, тыңдаймыз. Біз сендермен жеке жұмысқа келдік. Жеке жұмыста сендер қазір хат жазатын боласыңдар. Рақт әдісі бойынша. Сондықтан өздерінің рөлдерімен Мағжан Жұмабаевқа арнап, ұлы ақынға арнау деген хат жазасыңдар. Сәлеметсіз бе, Мағжан ата? Мен сіз туралы көп ақпарат білемін. Мағжан ата, сіздің екі шығармаларыңызды білемін. Олар от және пайғамбар. Және сіздің ата-аналарыңызды білемін. Сіз маған үлгі боласыз. Бүгін сабақта біз сіз туралы көп ақпарат білдік. Маған сіз туралы сабақ ұнады. Абуов Нұрсұлтан 22 қарашаны Жақсы. Сәлеметсіз бе, Мағжан Жұмабаев. Бүгін бізде өте қызық сабақ өтті. Біз сіз туралы өте көп ақпарат білдік. Сіз өте жақсы адам едіңіз. Сіздің шығармалары өте қызық. Маған сізбен сөйлескім келді. Және мен сіздің биографиясын оқыдым. Сіздің өміріңіз өте қызық екен. Сіз өте ақылды болған. Сіздің балалары өте ақылды болған. Ал қазір біз қоштасамыз. Менің ойымша сізді басқа адамдар ешқашан ұмытпайды. Сау болыңыз. Ілиясқа қарашаның 22-сі 2018 жыл. Жақсы, рахмет. Мен қазір сендерге қаламды Камилладан бастап берем. Бір-бір сөйлеммен мынау тұрған суреттерден сендер қайсысын таңдап алар едіңдер? Бүгін қандай нәрсені білдіңдер? Немесе білгілерің келеді? Сұрақ болып қалған нәрсе бар ма? Соны айтатын боламыз. Жақсы ғой? Бүгін біз көбінесе Мағжан Жұмабаев туралы көп білдік. Өйткені Мағжан Жұмабаев бұл ақын, жазушы, және де өте жақсы адам. Жақсы, ағай бере береміз қаламды. Бір сөйлеммен айып кете береміз. Қаламды бір-бірімізге береміз. Мен бірінші суретті таңдаймын. Таңдаймын. Жақсы. Демек сенде сұрақ жоқ, иә? Жақсы, Ирам. Мен бірінші суретті таңдаймын. Неге оны таңдадың? Біз бұл сабақта Мағжан Жұмабаев туралы білдік, оның өмір баяны білдік. Рахмет. Мен үшінші суретті таңдаймын. Біз Мағжан Жұмабаев туралы көп мәлімет білдік. Алмас? Мен екінші биография Білдім. Мұхтар Мағжан. Мағжан Жұмабаев. Жақсы. Мен бірінші суретті таңдаймын, өйткені мен бәрі түсінді, Мағжан Жұмабаев туралы көп мәлімет білдім. Ал бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Үйге тапсырма бізде мынандай қарап алыңдар.
үйге тапсырма балалар, үйренген сөздеріңді қолданып, Мағжан Жұмабаев туралы диалогқа дайындалып келесіңдер. Келесі бізде ауызша жүретін болады. Рахмет, сабақ аяқталды.